Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Қожахметов Шамшит. Бүгін біз PISA тапсырмаларындағы ықтималдықтар теориясына байланысты есептер шығаратын боламыз. Ықтималдыққа байланысты есептер шығарған кезде комбинаторика элементтерін білу өте маңызды. Кейде осы формулаларды қолдану керек болады. Мысалы, орналастыру, теру, алмастыру қайталанатын және қайталанбайтын деп екіге бөлінеді. Біз қазір қайталанбайтын формулалардың айырмашылықтарын ажыратып алайық. Әсіресе теру мен алмастыруды есеп шығаруда қайсысын қай кезде қолданатынын білмей қаламыз. Сұрақтар болып қалады. Сол сұраққа жауап берейік. Оқушыларға қалай түсіндіреміз? Осы формулалардың ара-жігін ажырату керекпіз. Алдымен m жиынын енгізейік. m жиынның элементтері 1, 2, 3, 4 және 5 болсын. Кез келген бір 5 элемент. Енді есепте былай берілуі мүмкін. Осы 5 элементтен 3 элементті таңдап алу керек, және орналасу реті маңызды деп түсінеміз. Онда орналасу реті маңызды болса, 1, 2, 3 деген элементтерді пайдаланып, мынадай элемент құрастыра аламыз. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 деген 6 элемент. Келесі 1, 2, 4 қолданып, тағы да 6 шығарамыз. Тағы сол сияқты 1, 2, 5 пен құрастырамыз. Бұл жерде де 6 шығады. Келесі 2, 3, 4 пен құрастырамыз. 2, 3, 5 пен құрастырамыз. Әр қайсысында сонда 6, яғни әр қайсысы 3 факториалдан болып тұр ғой, біз білетін. Енді қанша сан құрастыруға болады екен, соны қарастырайық. Біз егер орналасу реті маңызды болса, онда ANK-ға қояды екенбіз. ANK деген n факториал бөлінген k факториал көбейтілген n минус k факториал. Бізде n-іміз 5-ке тең, үшеуін таңдап тұрмыз. 5 факториал бөлінген 5 азайтылған 3 факториал. 5-тен 3-ті азайтсақ 2 факториал қысқарады. 5, 4, 3. Бұл дегеніміз 60-қа тең. Демек, осыдан 60 түрлі вариант жасайды екенбіз. 1, 2, 3, тағы сол сияқты 60-та. Орналастыру деп айтып тұрған себебі де осыда ANK. Егер теретін болсақ, терген кезде орналасу реті маңызды емес. Яғни 1, 2, 3-ті таңдадық, 1, 3, 2 болып тұрсын, орналасу реті маңызды емес. Әйтеуір, үшеуін таңдадық. Бұнда бұның 6 варианттың барлығы 1 вариант деп есептеледі. Келесі 6 варианттың барлығы 1 вариант деп есептеледі. 1, 5 пен құрастырдық қой сонша 6 түрлі вариант. Оның барлығын 1 вариант деп атаймыз. Орналасу реті маңызды емес, әйтеуір элементтер теріп алып тұр. Онда ANK-ны k факториалға бөлеміз. Яғни k деген 6 ғой. K деген 3 факториал 6. K-ға бөлсек, жаңағы саны шығады. Бұл деген не? Кешіріңіздер, мына жерде k факториал деп жіберіп қателестім. Бұл жерде n азайтылған k факториал. Мына жерде k факториал көбейтілген n азайтылған k факториал болады. Бұны біз әдетте SNK деп белгілейміз. Бұл теріп жатырмыз. Терген кезде 60-ты 6-ға бөлеміз. Сонда 10 шығу керек. Формула бойынша да 10 шығады. 5 факториал бөлінген 3 факториал көбейту 2 факториал. Мына жерде 4 көбейтілген 5 бөлінген 2 тең 10 шығады екен. Сонда 10 түрлі қатар бар екен. 10 түрлі. Сонда айырмашылығы осыда. ANK-дан бастап түсіндіреміз оқушыларға. ANK-ны жақсылап түсінгеннен кейін, егер орналасу реті маңызды емес, әйтеуір бәрін 1 деп қарастыратын болсақ, сонда SNK болады. Енді PN-нің формуласы да осы ANK-дан шығады. Егер
үшеуін емес, барлығын таңдасақ десек, яғни k n-ге тең болсын. Онда 5 элементтің 5-еуін де таңдаймыз. Орналасу реті қандай болады? Қалай орналасады? Қанша түрлі вариант бар? A n-ден n болады ғой бұл жерде. Бұл деген сөз n факториал бөлінген n азайтылған n факториал. n факториал деген n азайтылған n ол 0 факториал. Бұл деген 0 факториалды білеміз. 1-ге тең екен. Енді оқушылардан сұрап кету керек, енді 1 факториал 1-ге тең, 2 факториал 2-ге тең, 3 факториал 6-ға. Не үшін 1 факториал 0 факториал 0-ге тең емес деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол сұрақты ойланайық. Ол негізді былай. n факториалды былай жаза аламыз ғой негізі. n азайтылған 1 факториал көбейтілген n деп. Үш жерден n азайтылған 1-ді шығарып алайықшы. n азайтылған 1 факториал. Сонда n факториал бөлінген n болады. Егер n 1-ге тең болса, онда 1-ден 1-ді азайтсақ 0 болады. 1 факториалға 1-ді бөлсеңіздер 1 болады екен. Сонда 0 факториал шынымен де 1-ге тең. Дәлелдедік. Осындай дәлелдеу жолдарын айтып кетсек, тіпті жақсы. Біз әдетте бұл n факториалды біз pn деп белгілейміз. Алмастырулар деп. ANK-дан үшеуін шығарып тұрмыз ғой. Ара жігін ажыраттық деп ойлаймын, енді есептер шығарамыз. Енді мынандай мысалдар. 6 орындыққа 4 студенттен неше түрлі тәсілмен отырғызып шығуға болады екен. Так, 6 орындық бар, және 4 студент бар. Орындықтар саны көп. Сонда 2 орындық артылып қалып отырады ғой. Сөздің қысқасы, мына жерде студенттердің орналасу реті маңызды. Мысалы, Айбек пен Ербол отырса, Ербол мен Айбек. Ербол бірінші отыруы мүмкін, Айбек екінші отыруы мүмкін. Немесе керісінше. Сондай критерийлерді ескереміз, оны білеміз, орналасу реті маңызды екен. Сондықтан біз автоматты түрде ANK-ға қоямыз. Яғни A 6-да 4-ге. 6 факториал бөлінген 2 факториал болады. Бұны есептесек 360 тәсілі бар. Орналасу реті маңызды. Екіншісінде, бір айналымды шахмат турнирінде 12 ойыншы қатысты. Турнирде барлығы неше партия ойналды. Бұл жерде білеміз, орналасу реті маңызды емес. Әйтеуір, Айбек пен Ербол ойнаса болды. Ербол мен Айбек ойнаймай. Айбек пен Ербол ойнайма. Қалай ойнаса да, екеуі ойнаса болды дейміз. Онда орналасу реті маңызды емес. Орындарын ауыстырып отырмаймыз. Сондықтан ASNK-ға салады екенбіз бұл жерде. С 12-де 2. Сонда 66 шығады. Енді үшінші есеп. 7 студент неше түрлі тәсілмен бір қатардағы 7 орындыққа белгілі 3 құрбы қатар отыратындай етіп орналастыруға болады дейді. 7 студент бар. Олардың мына үшеуі бірге отыру керек. Сонда негізінде көз алдымызда қанша элемент бар деп ойлаймыз? 5 элемент бар деп ойлаймыз. 5 элементтің өзара орындарын ауыстырамыз. 5 факториал болады. Және іштей мына 3 құрбы өзара тағы да орындары ауысады екен. Ол 3 факториал. 5 факториалды 3 факториалға көбейтсек, 720 тәсіл шығады екен. Келесі есеп. Екі бірдей монетаны лақтырғанда әртүрлі жақтарының түсу ықтималдығы қандай? Енді есепті шығарған кезде былай шығаруы мүмкін. Мысалы, елтаңба жағы түседі, тиын жағы түседі, және аралас болып түседі. Елтаңба, тиын жағы. Сонда әрқайсының ықтималдығы 3-тен 1, мынаның ықтималдығы 3-тен 1, мынаның ықтималдығы 3-тен 1 деп айта салады. 3 варианттың біреуі. Бұндай қателік болмауы керек. Яғни елтаңба тиын жағы, тиын емес, тиын елтаңба жағы түсуі мүмкін. Яғни ықтималдық 3-тен 1 емес, мынау қате. 4-тен 1, 4-тен 1, 4-тен 1, 4-тен 1 болады. Енді аралас
болып түсу ықтималдығы жоғары. 4-тен 1-ге 4-тен 1-ді қоссақ 2-ден 1. Сонда әрқайсының ықтималдығы 4-тен 1 болады. Осыны жақсылап. Орындаласу реті маңызды. Жаңағы Демере парадоксы деген есеп бар. Осы Демере деген математик айтады. 3 ойын сүйегі лақтырылған кезде түскен ұпайлардың қосындысы 11 ұпай болу ықтималдырақ па? Жоқ, 12 ұпай болу ықтималдырақ па дейді. Бұл жерде екеуі де бірдей деп қарастырады. Өйткені жаңағыдай елтаңба тиын, тиын елтаңба деп екі бөліп ар жатпайды, екеуін бір вариант деп қарастырады. Сондықтан бұл жерде ол кісі қателеседі. Ол қатесін Паскаль айтады. Паскаль мен Ферма бір-бірімен хат алмасып отырған кезде Паскальдың хатында осындай осы есептің шығарылу жолы кездеседі екен. Ол былай, 11 ұпай болудың варианттарын жазып шығайық, сосын 12 деген ұпай түсу ықтималдық. Түсу варианттарын жазып шығайық. 11 болу үшін, міне мынадай варианттар бар. 6-6-1, 6-4-1, 6-3-2, қосындысы 11-ге тең осы. 6 түрлі вариант бар. Ал 12 деген ұпай түсу үшін, бұл жерде де сол 6 вариант бар. 6-5-1, 6-4-2 деген. Қарап тұрсақ, екеуі тең, ықтималдығы тең сияқты. Бұл жерде ескерілмей кеткен жағдай, парадокс айтады, екеуі тең емес. 11 ұпай түсу ықтималдығы жоғары деп айтады. Өйткені 6-4-1 түсу мүмкін, немесе 1-4-6 түсу мүмкін, немесе мынаның ішінде 6 түрлі тәсіл бар. Мынаның ішінде де 6 түрлі тәсіл бар. Ал мынада 3 тәсіл, мынада 6 тәсіл, мынада 3 тәсіл, мынада 3 тәсіл. Жалпы қосындысы 27 вариант. Ал 12 ұпай түсу варианттар саны, мынада 6 вариант, мынада да 6 вариант, мынада 3 вариант, мынада 3, мына жақта 6, ал мына жерде бір-ақ вариант. Бұлардың барлығын қоссақ 25 вариант шығады екен. Сонымен 11 түсу ықтималдығы қанша екен? Ол 6-ның кубы 27 вариант. Яғни 6-ның кубы 216-дан 27. Ал 12 түсу ықтималдығы 216-дан 25. Сонымен 11 түсу ықтималдығы 12 түсу ықтималдығынан көбірек. Кездесу туралы есеп 1. Екі адам А мен Б болсын. Айбек пен Берік деген сияқты. 0-т уақыт аралығында бір-бірімен кездесуге уәделескен. 0-т деген мысалы 0 минут пен 60 минуттың арасында, яғни 1 сағаттың ішінде кездесуге уәделескен деген сияқты. Уәделі жерге бірінші келген адам екінші адамды т уақыт бойы күтіп, ол осы уақыт аралығында үлгеріп келмесе кетіп қалатын болып келіскен. Екеуінің кездесу ықтималдығы неге тең? Біреу келетін болса 15 минут күтеді деп ойлайық. Немесе 10 минут күтеді, 10 минуттың ішінде екінші адам келмесе кетіп қалады. Сонда екеуі кездесу ықтималдығы неге тең екенін табу керек. Бірінші адам X уақытта келетін болсын, келіскен жерге. Екінші адам Y уақытта келетін болсын. Қайсысы бірінші келсе де Т уақыт күтеді. Сонымен X-тің анықталатын жері 0 мен Т-ның арасы. Ал Y-тікі де 0 мен Т-ның арасы. 1 сағаттың ішінде кездеседі деген жаңағы. Бұның графигін сызып отырайық бірге. X 0 мен Т-ның арасы деген, сөздің қысқа шаршы шығып тұр ғой. 0 мен Т-ның арасында мынандай шаршы. Екеуінің қиылысқан жері. Сонда X пен Y осы шаршының ішінде жатыр. Енді мынандай жағдай бар.
егер бірінші адам ерте келетін болса, y x-тен үлкен болады, иә? Бірінші адам 30 минутта келеді, яғни x 30-ға, екінші адам мысалы 35 минутта келсін деген сияқты. Бұндай болатын болса, y-тен x-ті азайтқан кезде t шығу керек, яғни кездесу уақытынан кіші немесе тең болу керек. Мысалы, біреуі 37 минутта келсін, екіншісі 40 минутта келсін. 40-тан 37-ні азайтқан кезде t дегенді 10 минут дедік пе? 10 минут күтетін болса, 10-нан кіші болу керек. Сонда кездеседі екеуі. Егер осы шарт орындалса, кездеседі. Егер керісінше, мына жерде екінші адам бірінші келсе, онда x-тен кіші болады. Ол кезде x-тен y-ті азайтқан кезде t-дан кіші болу керек. Сонымен, мына жерден y-терді өрнектеп алайық. X қосылған t, y мына жерде таңбасы ауысады, минусқа бөліп жүрген кезде x азайтылған t болады. Енді осылардың графигін сызамыз, екеуі де. Түзудің графигі t-дан өтеді, мына жерде де t-дан өтеді. x плюс t деген сызық, бұдан кіші аралықты сызу керек. Онда мынау болады. Ал мынаның үлкен аралығы y-тен x минус t деген. Ол жоғары жағы. Сонда бізде мынандай бір боялған бөлік шықты. Енді осының ықтималдығын табамыз. Ықтималдығын табу үшін мына боялған бөліктің ауданын табамыз, оның үшін жалпы ауданынан азайтамыз. Мұна байқап тұрсақ, тікбұрышты үшбұрыш және тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр. Екеуін біріктіріп жіберсек, шаршы шығады. Шаршының ауданы қабырғасы t азайтылған кіші t. Бір қабырғасы t азайтылған кіші t, екінші қабырғасы да t азайтылған кіші t. Ауданы t азайтылған t-ның квадраты. Ал бөлімінде жалпы шаршының ауданы геометриялық ықтималдық қой. Сонда ықтималдығы 1 азайтылған t бөлінген үлкен t квадрат. Енді міне таптық кездесу ықтималдығы міне p. Енді шын мысал қарастырайық. Логично. Мысалы, екеуі бірінші келген адам 10 минут күтетін болсын. 1 сағаттың ішінде. 1 сағат деген 60 минут қой. Сонда ықтималдығын есептейік. 1 азайтылған 10 бөлінген 60-тың квадраты. Сонда бұны есептейтін болсақ, 0,31 шығады жуықтап алған кезде. 10 минут күтетін болса, 1 сағаттың ішінде келіп, бірінші адам 10 минут. Онда ықтималдығы, кездесу ықтималдығы 0,31. Мысалы, көбірек күтсін. 10 минут емес, 40 минут күтсін. 1 сағаттың ішінде де болайық. Онда ықтималдығы қандай? 1 азайтылған 40 бөлінген 60-тың квадраты. Бұл жерде уже бірге жақын сан шығады. Бірге жақын сан деген кездесу ықтималдығы көбірек дегенді білдіреді. 0,94 кетең. Шынымен логично бұлай. Өзіміз ішімізде сезіп, егер 40 минут күтетін болса, бірінші келген адам кездесу ықтималдығы көбірек. 0,94 кетең.